Қайырлы күн баршаларыңа. Бүгін осындай жұмсақ булочка дайындаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көрсеңіз болады. Осылай 2 жұмыртқаны алып, жұмыртқаның сарысын бөлек ыдысқа алып қоя тұрып, үстіне 3 ас қасық шекерімізді салып, осылай қанты ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін 3 ас қасық сұйық майымызды осылай құйып, шай қасық тұзымызды салып, одан кейін жылы сүтімізді құямыз. Кішкене араластырып, енді аштығымызды салып, елеп, қамыр дайындаймыз. Қатты болмай, жұмсақ қылып қамырды. Осылай енді бұны ашытып қоямыз. Неге ашып көтерілген қамырымыз енді осылай қолымыз кішкене майлай тұрып, бөлшектерге бөліп аламыз. Одан кейін 10 минут қоя тұрып, осылай әртүрлі өз қалауларыңыз бойынша булочкаларды жасасаңыз болады. Неге дайындап алған булочкаларымыз енді үстіне жұмыртқаны сардың жағын осылай пешімізде пісіріп алатын боламыз. Неге біздің булочкаларымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.